Мінекей барлығы екі тілде қарап тұрсам. Мінекей мынау орыс тілінде. Телефонное мошенничество, как не есть. Мінекей қараңыздар. Екі тілде. Бір құжат, екі құжат. Телефон Үш құжат. Қалғандары тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Жаңа түсіріп алдым, тек қана Ресей Федерациясының тілінде болды. Қазақша ғой, тәте. Енді қазір мына кім орынбасар айтып тұр, қазақша ғой, өйткені орысшасы тұр. Яғни мен қазір кетем, олар тағы да орысшасын қойып қояды, тек қана орысша тілінде деп. Сосын факт, ана жолы мен айтқам, бізде ішкі істер басқармасына, департаментіне тек қана орыс тілдерді алады. Мінекей қараңыздар. Мен оны айтқан болатын, түсіндірген болатын. Енді мінекей қайтадан тек қана Ресей Федерациясының тіліндегі адамдарды алып жатыр. Мінекей өйткені первичный перечень документов для кандидатов, оформляющих ОВД. Қазақ тілді адамдарды алмайды. Қазақ тілді адамдарды алуға тоқтатқан Скляр. Олай.